Сәлем достар, бүгін Асыл маған бірдеңе алып келем дедім. Мен үйде қала тұрамын. Потому что мен қасымда Жанел бар. Ол тісін жуатыр тісін. Тісін жуады. Жанел нулевойға барады. Оныкі түс қайтама бірдеңе әйтеуір. Асыл қазір маған күшті зат алып келем дейді. Жанел екеумізге. Жанел. Короче, ваннада оған мешат етпей ақ қояйық. Қазір Асылды көтейік. Келдім, қайдан мына қыздар? Асылжан. Ол достар келді, давай барайық. Асыл алып келме. Ну, короче, ручка алдым. Бұл маған, я? Мынау саған ба? Кім алады? Мақыл, мен мынаны алайын, я? Жоқ, сен көремей ала бер, мынаны мен алам. Сенікі ма? Мақыл. Так, мынау Асылжандікі, мынау менікі, мынау Жанелдікі. Жанелге апарып келейік. Жанел қатты оғады, өйткені ол көремей жақсы көреді, я? Так, мынаны маған. Той, бір неге маған жоқ? Мен де закыл қалшиш, Жанелге де алып берсей. Қандай түсін алам, қандай түс? Мама алып берем дегенде осы розуяға ақша жетті ғой. Мақыл онда фиолетовый, жасылын аламыз, ә? Я, фиолетовый. Жанелге мен жасылын алам. Жоқ, сарысын алшыш, сарысы бар ғой. Ал достар, біздің алып келген заттарға распаковка болсын. Сіздермен бүгін видео бірге болған. Асылжан және де мен. Сіздерді осындайсыздар ма? Асылжан келе ғой. Асылжан бар ғой, ойлап қалды ғой. Жанелдің жанашыры ғой, аялы өзі. Молодец. Осы үйдің кішісі ғой, анау бірдеңе ғой деп берді. Жоқ, розовый цвет, сол кімге ұнайды? Жанелге. Ал всем пока!